Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және қонақтар, бүгінгі вебинарға қош келдіңіздер. Бүгінгі вебинарымыз біздің Алматы қаласындағы бастауыш сыныптар мұғалімдерінің авторлық бағдарламаларымен танысу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бұл бағдарламамен таныстыру мақсаты ұстаздар арасындағы тәжірибе алмасу және тың идеялармен бөлісу және шығармашылық еңбектерін насихаттау үшін өте керемет мүмкіндік. Сондықтан да бүгінгі вебинарымызға қатысқандарыңызға сіздерге көп рахмет. Енді ұстаздарымызға кезек берейік. Саламатсыздар ма? Мен Үсіпбаева Майгүл Омарқызы, Бөлтірік Атқанұлы атындағы 36-шы гимназияның бастауыш сынып мұғалімі. Менің бағдарламамның аты көңілді грамматика 3-ші сыныптарға арналған. Осы бағдарлама бойынша іс тәжірибемді сіздермен бөліскелі отырмын. Бастауыш білім беру деңгейіндегі тілдік оқу пәндерінің мазмұны, тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым дағдыларын дамыту. Сонымен бірге фонетика, лексика және грамматика саласын меңгерту, білім алушылардың коммуникативті қатынас дағдысы мен сөйлеу үдерістеріне бағытталған, оларды зерделеу интуитивтік оқыту принципін пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Бұл пәндік мазмұнды ережелерді жаттамай меңгеруді білдіреді. Тілдік тұлғаны қалыптастыруға әртүрлі стильдегі түпнұсқалық мәтіндердің мазмұны бойынша сөздік қорын байыту арқылы коммуникативтік құзыретті дамыту, білім алушының дүниетанымы, оған көзқарасын, зерттеу жұмысының дағдыларын және әртүрлі оқу міндеттерін шешуде шығармашылық тәсілдерді дамытуға мүмкіндік береді. Жаңа білім алуда оқу мақсатына жету білім алушылардың қажеттіліктеріне және материалының көлеміне қарай қарастырылады. Бастауыш сынып білім алушыларының көңілді грамматика курсын оқып үйрену барысында жеке тұлғаның сөйлеу дағдысы ұштала түседі. Сонымен бірге олар өз ойын ауызекі және жазба тілде бейнелеп, өзгелердің сөзін толық түсінуді үйренеді және тіл туралы мағлұматтарды, сол тілді қолданудың мәдениетті үлгісін меңгереді. Бүгінгі заман талабының қажеттілігі іскер, белсенді, шығармашыл, ізденгіш, бәсекеге қабілетті, қандай жағдайда өздігіне жол таба білуге, өз ойын еркін жеткізе алуға, алған білімін өмірде қолдана алуға үйренеді. Танымдық тапсырмалар арқылы білім алушының логикалық тапсырмаларды құрастыру, шешу алгоритмін басшылыққа алып, функционалдық талаптарын арттыру. Топтық жұмыс арқылы оқуға деген қызығушылықтары артады. Жобалық жұмыстарды ұйымдастыруда өзіндік пікір қалыптасады. Бағдарламаның мақсаты қазақ тілі пәнінен білім беру сапасын арттыру, жаңартылған білім беруді жандандыру және оқушылардың функционалдық сауаттылығын көтеру мақсатында және форматтағы тапсырмалардың ерекшелігі терең білуіне, түсінуіне, логикалық ойлауын жетілдіруге негізделген. Бағдарламаның міндеттері білім алушылардың тілдік дағдыларын, айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылымын дамыту, ауызша және жазбаша сөйлеу нормалары мен тіл мәдениеті негіздерін меңгерту, грамматикалық анықтамаларды, тілдік нормаларды игерту мүмкіндіктері, қазақ тіліне ғана тән дыбыстарды дұрыс айтуға, жазуға, жаттықтыруға, оқушыларды тілдік қарым-қатынасқа түсу дағдыларын дамытуға, жағдаяттар туғызып, іс-әрекеттер арқылы сөйлетіп үйрену, тірек сөздерді пайдаланып, шағын мәтін құрастыруға баулу. Бағдарламаның өзектілігі. Бұл курс барысында білім алушының өз бетінше білім алуына, шығармашылық қабілетіне деген ерекшелігі айқындала түседі. Білім алушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін, талдау және шешімдер қабылдау, өз бетінше ойлау, бейімделу, күрделі және стандартты емес тапсырмаларды орындауға бағытталған. Бағдарламаның ғылымилығы. Грамматика және тілдік материалдарды анализ және синтез эксперименталды әдістерін қолданып, оқушылардың өзіндік зерттеу жүргізу дағдысы мен шығармашылық қабілетін дамыту, жаңа тәсілдер мен технологияларды қолдануды талап ететін жобаларға қатысуға дайын болу. Морфология бөлімінде морфологиялық лабиринт тақырыбы бойынша ұйымдастырылған жұмысқа тоқталып кетейін. Морфологиялық лабиринт бұл тіл үйретуде немесе грамматиканы меңгеруде қолданылатын қызықты әдіс немесе ойын түрі. Ол көбінесе сөздердің морфологиялық құрылымын түбір, жұрнақ, жалғау, талдауға арналған тапсырмалардан тұрады. Бұл ойын оқушыларға сөз құрамын ажыратуға, жаңа сөздер жасауға және морфологиялық ережелерді бекітуге көмектеседі. Мысалы, жаңағы дұрыс морфологиялық құрылыммен жүріп, соңғы сөзге жету, түбір сөзге жұрнақ пен жалғау жалғап, жаңа сөздер жасау. Мысалы, мұғалім бір түбір сөз айтады, мысалы, көр, оқушы жұрнақ жалғайды, іт деген көріп,
келесі оқушы жалғау қосады, көрікті, келесі оқушы жаңа жұрнақпен сөз жасайды, көріктеу. Бұл тапсырмалардың барлығы да оқушыларға жаңа ақпараттарды бір-бірімен бөлісуге және жаңартылған білім беру аясында оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес жеке тұлғалардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және меңгерген білім, білік нақтылауға бағытталған. Білім алушылар өзінің жеке жұмысына немесе бір-бірінің жұмысына бағалау түрін жүргізеді. Ондағы мақсат оқушыларға өз жұмыстарының сапасын көтеруге қызықтыру және оларға оны жақсартудың мүмкіндіктерін анықтау. Бұл бағдарламадан күтілетін нәтижесі және оның құндылығы көңілді грамматика бағдарламасында көрсетілген жалпы құзыреттілік пен пәндік құзыреттіліктерді тұтас қабылдауға және жүйелі ойлауға қабілетті болу. Қорытынды: бастауыш сыныпта грамматиканы және жаңа технологиялар арқылы оқыту оқушылардың тілді терең меңгеруіне, өздігінен ізденіп білім алуға деген құлшынысын арттыруға жол ашады. Жаңа технологиялар тек құрал емес, ол мұғалімнің шеберлігімен бірге жүзеге асқанда ғана нәтиже береді. Сондықтан қазіргі мұғалім үнемі ізденісте болып, жаңашыл әдіс тәсілдерді тиімді пайдалануы тиіс. Рахмет.